Бәріне сәлем, мен атым Бауыржан, және бұл Баука Плей арнасы. Бүгінгі видеода достар, мен сіздермен Қазақстанда қалай инвестиция жасауды бастауға болатынын айтып беремін, түсінікті тілмен айтып беремін. Сонда сіздер өздеріңіздің инвестициялық бастамаларыңыз осы видеоны көргеннен кейін түсініктірек болады, қандай қадамдар керек екенін түсіне бастайсыз. Бірден ертең мысалға не істесем, оның арғы күні қалай менде инвестиция жасай аламын, қалай акциялар сатып аламын, осы сұрақтарға осы видеодан жауап аласыз. Әрине бұл видеоны көре салысымен сіз бірден инвестор болып кетпейсіз. Хотя болып кете аласыз, бірақ ол үшін тағы да өте көп ақпаратты қорыту керек, бірнеше кітапты оқып шығу керек, фундаментальный анализ туралы көп ақпарат білу керек, интернеттен іздеуіңіз мүмкін, немесе курстарға жазылуыңыз мүмкін, және тағы басқалары. Технический анализ деген болады. Ол деген трейдерлерге арналған, ол инвесторларға, егер сіз 10 жыл, 20 жыл, 30 жылға инвестиция жасайтын болсаңыз, сізге технический анализдің ешқандай керегі де жоқ негізінде. Жарайды, мен сіздерге қазір технический анализ, фундаментальный анализ немене деп отырмын деп түсінбей отырған шығарсыздар. Бастаймыз. Ең бірінші, сіз Қазақстанда инвестиция жасау үшін белгілі бір брокерлік компанияны таңдауыңыз керек. Яғни Қазақстанда негізі көп 20 шақты брокерлік компаниялар бар, оларды Google-дан іздеп қарауыңызға болады. Список казахстанских брокерских компаний деп жазсаңыз, сонда 20 компания шығады. Бірақ мен сіздерге кеңес беретін, өзім қолданатын брокерлік компания, ол Freedom Finance. Ол Қазақстандағы 70% инвесторлардың барлығы қолданатын брокерлік компания, ал қалған 30% қалған 19 компанияға бөлінеді. Және Freedomнан кейін екінші ол Jusan Invest болады, по-моему, или Bis Invest, білмеймін. Jusan Invest жақында ашылған брокерлік компания, сол үшін оларда әлі аудитория жоқ, бірақ біраз уақыттан кейін мүмкін болуы мүмкін, себебі өте үлкен конкуренция, өте үлкен қарқынмен дамығылар келетін сияқты, себебі продуктілері Jusan Invest'ің өте қызықты. Бірақ мен қазір сіздерге жай ғана өзім білетін, мен Jusan Invest'пен қолданып көрмедім, бірақ жарнамаларын көрдім, біраз отзывтарды оқыдым, көрдім, интерфейсін қарадым, өте сапалы жасалған, бірақ әзірге дайын емес сияқты Jusan Invest Freedom Finance'пен қарсыласуға. Freedom Finance ол Қазақстанда уже Қазақстандағы фондовый биржаның, яғни қаржылық биржаның, солай құрушы компаниялардың бірі, яғни Freedom Finance Қазақстанға келмей тұрып, Қазақстанда инвестициямен тек қана үлкен институционалды, яғни институционалды дегендер, олар банктер болуы мүмкін, страховой компаниялар болуы мүмкін, немесе басқа да үлкен компанияларды институционал болып деп атайды. Ал жеке кәсіпкерлер, жеке инвесторларды физикалық лицо немесе юридическое лицо болуы мүмкін, бірақ в основном физическое лицо болады, яғни физикалық жеке адамдар. Мысалы, мен физикалық лицо болсам, мен досым физикалық лицо болсам, мүмкін сізде, егер бұл видеоны көріп отырсаңыз, инвестиция жасауды енді үйреніп отырсаңыз, сонда мен ойымша сізде физикалық лицо шығарсыз. Мақұл. Сізді Қазақстанда осы Freedom Finance келмей тұрып, 70% бүткіл рынок 100%-ның бәрінде тек қана үлкен компаниялар, брокерлік компаниялар, банктер ғана инвестициялармен айналысатын, ал жеке адамдар инвестиция жасамайтын, себебі инфраструктура болған жоқ, яғни брокерлік компаниялардың сапалары өте нашар болған. Олар тек қана үлкен компанияларға ғана қызмет көрсететін болған. Ал Freedom Finance келіп, жеке адамдарға ыңғайлы интерфейс жасап, ыңғайлы программаларын жасап, комиссияны өте төмен қылып, бүткіл қазақстандық фондовый биржаны дамытып жатыр. Сол үшін оларға әрине респект. Және енді брокерлік шот таңдадық.
мақұл брокерлік компанияны таңдадық. Мүмкін сіз Freedom емес басқа бір компанияны таңдауыңыз мүмкін. Жусан, BCC Invest, Халық Финанс, тағы да бірнеше шақты бар. Қалғандарын тіпті қарағанда жоқ, себебі қызық емес, оларда түсініксіз, ыңғайсыз программалар болды. Содан кейін оларды қатты ізденген жоқпын. Мен өзіме интерфейсі бойынша ұнағаннан кейін Freedom Finance'ты қолданамын деп шештім. Сөйтіп өткен жылы жазда сол брокерлік шотты аштым. Freedom Finance'та брокерлік шот аштым және қазақстандық компаниялардың акцияларын сатып алып жүрмін. Freedom Finance'та брокерлік шот ашу үшін сізге бір аптаға дейін уақытыңыз кетуі мүмкін, себебі сіз интернет арқылы заявка беруіңізге болады. Сөйтіп документтеріңізді загрузить етіп, сосын уақытта файлды скачать етіп аласыз да, өзіңіздің қолыңыз қоясыз, суретке түсіресіз, обратно саласыз, подписать еткен документ суретті. Сонда сізге подтверждение келеді, сөйтіп сіздің брокерский счетыңыз ашылады. Немесе екінші вариант, егер сіз үлкен қалаларда тұратын болсаңыз, немесе үлкен қалаларға жақын жерде тұратын болсаңыз, сізге интернетпен басыңызды қатырғыңыз келмесе, мүмкін мені видеоларымды көптеген өте үлкен адамдар да көреді, 40 жасар, 35-40 жасар адамдар да көреді мен видеоларымды. Оларға интернет арқылы брокерлік счет ашу сәл қиындау болуы мүмкін және ұнамауы мүмкін, уақытты көп алуы мүмкін. Күткілеріңіз келмесе, онда сіз үлкен қалалардың бәрінде, Қазақстандағы барлық үлкен қалаларда, Шымкент, Астана, Алматы, Орал, барлық қалаларда, Ақтау, Атырау, Қызылорда, білмеймін, Қызылордада бар ма жоқ па, есімде жоқ. Әйтеуір үлкен қалалардың бәрінде, облыстық дәрежедегі үлкен қалалардың бәрінде Freedom Finance'тың өзінің офистары бар. Соларға барып, брокерский счет ашқызып, қазақстанский счет аштырып, бірден американский фондовый биржаға арналған тағы да счет ашып алсаңыз дұрыс болады, егер барып атсаңыздар. Сонда сізде американский биржаға шығатын счет та болады, қазақстанский биржадағы яғни Қазақстанның компанияларын сатып алуға болатын және американдық компаниялар сатып алуға болатын счет ашасыз. Бірақ қазақстандық биржада тек қана Қазақстанның ғана компаниялардың акцияларын емес, американдық та, россиялық та компаниялардың акцияларын сатып аласыз, себебі Қазақстанға Freedom Finance ол компанияларының акцияларын алып келген және сөйтіп жеке адамдарға сату арқылы олар комиссия арқылы ақша табады. Оларға да тиімді, бізге де тиімді, бізге басқа елдің заңдары бойынша брокерлік счет ашып қиналудың керегі жоқ. Біз өзіміздің қазақстандық фондовый биржада брокерлік счетымызды ашамыз да, өзіміздің қазақстандық компаниялар, Қазақтелеком, Казтрансойл, Кигок, тағы қандай компаниялар бар бізде Қазақстанда. Казминералс болған, қазір ол делистингқа шығып кетеді, және жақында Каспи, мен күтіп жүрген компания, қазақстандық фондовый биржаға Каспидің акциялары шығады. Мен сатып алғым келеді, соны күтіп жүрмін. Және тағы да Қазақстанда негізі өте көп емес, бір 30-40 компания ғана бар шығар. Мен счетымда бір 10-ға да жетпейді акциялардың саны, бірақ мен доляларын жоғары ұстадым, себебі мен қатты диверсификация жасағым келген жоқ. Диверсификация деген ол, мысалы, сіз бүткіл ақшаңызды бір ғана компаниялардың акцияларын сатып алуға салмайсыз да, сіз мысалы 100 мың теңгеңіз болса, 10 мыңнан 10 компанияның акцияларын сатып аласыз. Сонда бұл диверсификация болып саналады. Бірақ мен қатты диверсификация жасағым келген жоқ. Мен бүткіл қазақстандық компаниялар сатып алғым келген жоқ. Мен ең үздік деген компаниялардың акцияларын сатып алдым. Мысалға Халық банктың акцияларын сатып алдым. Ол арзан және монополист, яғни Халық банк Қазақстандағы монополия. Ол государственный, яғни мемлекеттік, жартылай мемлекеттік компания болып саналады. Қазақтелекомда да сол, себебі олардың жарттан көп проценттік долясы ол мемлекетке тиесілі, ал мемлекет ондай компаниялардың банкрот болуына әрине жол бермейді. Сол үшін ол басқа компанияларға қарағанда қауіпсіздеу инвестиция болып саналады. Сол үшін мен Халық банктың акцияларын сатып алдым, олар 38%-ке өсті. Сосын Қазақтелеком компаниясы енді қалпына келіп жатыр. Мен сатып алған кезде, августта сатып алған кезде, өткен жылы. Одан кейін
бір апта өткен жоқ, Қазақтелеком акциялары -5, -10%-ке дейін кетті. Мен минуста отырдым, осы уақытқа дейін мен қазір ғана ол 0%-ке қайтып шықты, яғни қайтып плюсқа шықты. Плюс 0,95% деп отырған. 7 ай өтті, ол кезден бері ол компанияның несі өзгерген жоқ. Бірақ мен Қазақтелекомның акцияларын қымбаттайтынына сенемін, себебі олардың клиенттік базасы өсті, қарыздарынан уже почти құтылып бітетін болып қалды Қазақтелеком, және олардың табысы өсіп жатыр. Сол клиенттердің көбейгеніне байланысты, және сонымен қоса олардың продукттары, яғни интернет провайдерлерінің барлығы бағалары қымбаттап жатыр. Яғни бұрын 2500 теңге тұратын интернет қазір 3500 теңге тұрады. Солай, және оларда бір жылдық договорлар арқылы жаңа клиенттермен қарым-қатынас жасау моделін пайдалануды бастады, және соның әсерінен олардың табысы тағы да 2 есеге өсуі мүмкін. Сол үшін Қазақтелеком компаниясының болашағы бар, және олар 5G-ді да жақында 1-2 жылдың ішінде 5G технологиясын Қазақстанға алып келетін болса, онда Қазақтелеком одан да қымбат тұратын болады. Сол үшін мен Қазақтелеком компаниясының акциясын сатып алғанмын. Оларда перспектива бар, және жоғарыдағы олардың компанияның генеральный директорының интервьюлерін көрдім, оның әңгімесін көрдім, және генеральный директордың адекватный адам екенін көргеннен кейін мен ол компанияның әлі болашағы бар екеніне сенімдім. Сол үшін ол компанияға инвестиция жасаймын деп шештім. Яғни, мысалға сіз брокерлік шот аштыңыз, одан кейін сіз компаниялардың акцияларын сатып алғыңыз келеді. Оларды қайдан іздейміз? Қайдан білесің қандай компанияны сатып алу керек екен? Ол үшін, егер сіз инвестиция жасаймын десеңіз, трейдингпен емес, инвестициямен айналысамын десеңіз, онда сізге фундаментальный анализ туралы интернеттен ақпарат іздеу керек. Және мен сізге кеңес беремін, разумный инвестор деген кітапты оқыңыз. Хулиномика деген кітап бар, Алексей Марковтың, разумный инвестор Джон Богл, және манифест манифест инвестора, да, манифест инвестора деген кітап, Уильям Бернштейннің кітабы, соны оқыңыз. Олар фундаментальный анализ жасауға және акцияларды таңдауға және көп көмектеді, және интернеттен фундаментальный анализ туралы көп ақпарат іздесеңіз, бірнеше жақсы материалды структуралық түрде түсінетін боласыз, қалай акцияларды таңдау керек екен. Ал мен қазақстандық компанияларды қалай таңдаймын? Мысалға, ең бірінші мен Freedom Finance'тың TraderNet деген сайтына емес, мен бірінші Freedom 24 деген сайтқа кірем, қазақстандық freedom24.kz деген сайтқа. Ол жерде сатып алуға да болады, бірақ ол жақта комиссия жоғары болған, 2,5% комиссия тым көп жоғары болғандықтан мен TraderNet'ті сатып аламын, бірақ бірінші ыңғайлы болғаннан кейін freedom24.kz сайтында ыңғайлы болғаннан кейін мен сол сайтты ашамын да қараймын, бүткіл списоктар тұрады, суреттермен, компаниялардың описаниясы болады, мультипликаторлары, P-ның E-ге қатынасы, P-ның B-ға қатынасы, бүткіл капитализациясы, жылдық табысы, бүткіл ақпарат сол сайтта бар. Сол сайтқа кіресіз, қарайсыз компаниялардың бәрін. Ол жақта американдық компаниялар да бар, Россиян компаниялар да бар, Қазақстан компаниялар да бар. Барлығын қарайсыз, солардың ішінен өзіңізге ұнаған компанияларды таңдайсыз. Сөйтіп оларды тапқаннан кейін, мына компанияға инвестиция жасағым келеді дейсіз, олардың бағалары тұрады, бәрі көрініп тұрады, сізге түсінікті және оңайырақ болады. Сосын TraderNet'ке кіріп сатып аласыз. Оны кейін бір көрсете жатармын, егер де қатты түсіне алмай жатсаңыздар, бірақ ол жерде қиын түгі де жоқ. Сөйтіп Freedom 24-ке кіріп таңдап алғаннан кейін акцияларды, компанияларды, яғни акциядан компанияның бір бөлігі болып саналады. Сол үшін сіз акцияны сатып алып жатқан кезде компанияны сатып алып жатырмын деп есептеңіз. Сол үшін мысалға сол компаниялардың бәрін таңдап аласыз. Мысалы 10 шақты компанияны таңдап алдыңыз, сөйтіп біріншісінен бастайсыз да Google-ға жазасыз. Мысалға Қазақтелеком
годовая финансовая отчетность, немесе финансовый отчет за 2020 год деп жазасыз да. Сонда шығат бүткіл отчеттар. Қазақтелеком.kz сайтына кіріп, для инвесторов деген вкладкаға кіріп, сояқтан қарауыңызға да болады, немесе бағанадай Google-ға жазсаңыз бірден шығады. Сөйтіп отчеттарын ашып қарап, ішінде мысалға жылдық табысы туралы, жылдық шығындар туралы, жылдық таза табысы туралы бүткіл ақпаратты білуіңізге болады. Міне осылай достар, компаниялардың акцияларын сатып алу ондай ешқандай қиын түгіде жоқ. Сізге қазір мен айтып жатқанымнан қатты қиын болып көрініп жатқан шығар, бірақ іс жүзінде ол ондай қиын емес сіз ойлағандай. Және кітаптар оқысаңыз, ютубта видеолар қарасаңыздар, фундаментальный анализ жасауды үйренсеңіздер, аудиокнигалар тыңдасаңыздар, бір 4-5 айда қазақстандық фондовый биржаны түсініп алуға болады. Ол ондай қиын емес. Солай достар, инвестиция жасауды ең алдымен өзіңіздің қаржылық сауаттылығыңызды дамытудан бастау керек. Және қарыз алуға, инвестиция жасау үшін қарызға ақша алуды мен қате деп санаймын, және бұл дұрыс емес. Бұл инвестицияның бүткіл логикасына қарама қайшы зат. Себебі сіз инвестиция жасағанда өзіңіздің ақшаңыз көп болғаннан кейін инвестиция жасап отырсыз. Ал егер сізде ақшаңыз жоқ болса, сіз қарызға ақша алып оны инвестиция жасасаңыз, бұл логикаға сыйымсыз. Себебі сіз қарыз кредит алсаңыз оған процент төлейсіз, ал мына жақта сіздің инвестицияңыз одан жоғары табыс алып келе ме, немесе минусқа кетіп қаласыз ба, ол белгісіз. Сол үшін қарызға алынған ақшаны инвестиция жасау ол өте үлкен қате және өте қауіпті. Сол үшін сіздерге қарызға алынған ақшаға инвестиция жасауға кеңес бермеймін. Ең бірінші қаржылық сауаттылықтың ең бірінші ережесі бойынша өзіңіздің табысыңыздан шығыныңыз әрқашанда аз болу керек, және қалған ақшаны сақтап қалған ақшаңызды инвестиция жасауыңыз керек. Бірақ негізінде мен бұлай жасаймын. Мен табысымнан бірден 20%, 30%, кейде 50% бірден табысым түскен кезде, соның 50%-ын брокерский счетқа немесе депозитке лақтырамын да, бірден қалған ақшаға өмір сүремін. Сонда мен анау ақшаны қырып тастауға соблазн болмайды. Яғни мен ол ақшаның бәрін қырып тастай алмаймын. Себебі менде психологиялық тұрғыда ол солай түсіндіріледі, себебі солай оңайырақ. Ал егер сіз қалған ақшаны инвестиция жасаймын деп есептесеңіз, айдың соңында әдетте адамдарда ешқандай ақша қалмайды, ешқандай ақша ешқашан қалмайды, сіз бәрін құрып тастайсыз. Өйткені ең соңында сіз жинағыңыз келеді. Ал негізінде керісінше сіз ең бірінші ақшаны өзіңізге төлеуіңіз керек. Яғни өзіңізге төлеу керек деген ол сіз мысалға зарплата аласыз, жалақыңызды аласыз, өзіңіздегі болашақтағы өзіңізге ақшаны қалдырасыз. Мысалға 100 мың теңге алсаңыз, 10 мың теңгені алып 10%-ын депозитке салып қоясыз, немесе брокерский счетыңызға салып қоясыз. Және сіз қалған 90 мыңға өмір сүруіңіз керек. Осы айда челлендж болады сізге 90 мыңға өмір сүру. Сіз бұрын 100 мыңға әрең өмір сүріп жүргенде, енді 90 мыңға өмір сүріп үйренуіңіз керек болады. Бұл өте үлкен челлендж. Бірақ менің практикам бойынша бұл ешқандай қиындықтар туғызбайды. Себебі сіздің 90% табысыңыз бен 100% табысыңыздың арасында ешқандай қатты үлкен айырмашылық жоқ, және сіз оны байқамай қалуыңыз да мүмкін. Сезбей де қаласыз 10% азырақ ақша құртқаныңыз. Себебі көп жағдайларда адамдар өздеріне керек емес заттар сатып алуға ақшаны құртады. Соны құртып тастамау үшін, ақшаны құртып тастамау үшін сіз оны бірінші очередь не депозитке, не брокер счетқа салсаңыз, сіз ақша көбірек жинай аласыз, сөйтіп инвестиция жасаумен айналысасыз. Міне достар, осындай ұзақ видео шықты. Мен бұндай ұзақ видео түсірем деген ойымда болмаған. Мен отырып қазір сіздерге өзім бүткіл ойлармен бөлісіп жатырмын. Мен әлі басымда өте көп ойларым бар, бірақ оның бәрін түсіндіре беретін болсам, сіздердің
мыйларыңызды ачтырып жиберем, және сиздердин уже иштериңиз пысып кететін шығар эгер мен тым көп сөйлөй беретін болсам. Сол үчүн келесі видеоларда сіздерге қандай тақырыпта видео қалайтындарыңыз жазыңыздар, қандай сұрақтарға жауаптар керек, инвестициялар туралы, қаржылық сауаттылық туралы сұрақтарыңыз қоя беріңіздер. Мен комментарийлерді оқимын, бәріне жауап беруге тырысамын. Келесі видеоларда сол сұрақтарға жауап беремін. Және сіздерге ұнайды деген ойдамын. Арнаға тіркеліңіздер. Сілтем астында, егер брокер счет қалай ашарларыңызды білмей жатсаңыздар, ютубтан іздейсіз. Как открыть брокерский счет во Freedom Finance? Мақұл. Солай іздеңіздер. Мен түсіріп қайталағым келіп тұрған жоқ. Онда видеолар тола, мен оған уақытымды құртқым келіп тұрған жоқ. Бірақ мен кез келген видеомның описаниясына кірсеңіздер, мен Freedom Finance'тың официальный сайтына ссылка қалдырып қоятын, Freedom Finance деп. Сіз сол ссылка арқылы өзіңіз брокерский счет аша аласыз кіріп. Және сіз ашқаныңыз үшін маған бонус беріледі, сол трейдернетте. Бірақ ол бонусқа не істеуге болатынын мен дым түсінген жоқпын. Менде ол жақта бонустар жатыр, оны неге құртатынын білмеймін, оны құрта алмайсың. Просто бонус көп, бірақ ол қайда құртатынымды білмеймін. Бонустан дым пайда жоқ, олай ше. Бонус деген приятный не. Сол арқылы білмеймін, мүмкін кейін қосатын шығар бір функцияларды, бірақ қазір бонустан ешқандай пайда жоқ. Мақұл, егер маған по приколу мен немді настроением көтергілеріңіз келмесе, онда Google-ға кіріп freedomfinance.kz деп сайтқа кіріп өзіңіз менің ссылкам сізге аша берсеңіз болады. Бірақ мен ссылкамен ашсаңыз, мен білетін болам, мен ссылкам арқылы біреу брокерский счет ашқан туралы. Және маған шығады уведомление болып. Мынандай адам брокерский счет ашты, сіздің ссылкаңызбен кіріпті. Мен өзім подписчиктарыммен солай таныса аламын. Рахмет достар, осы видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға. Видеоның астына, егер де осы уақытқа дейін мені сіздер көргендеріңіз, түсінгенімді қаласаңыздар, инвестиция деп жазыңыздар. Видеоны аяғына дейін көргендеріңіз сонда түсінетін болам. Лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Сарқылов Бауыржан және бұл Бога Плей арнасы. Сау болыңыздар.